Мен Мұхамеджанова Бағлан Елубайқызы өз алдыма міндет қойдым. Сапалы, терең білімді меңгеруге талпынған өскелең ұрпақты жеткілікті дәрежеде білім беріп, рухани өсуіне жағдай туғыза алатын, жаңалықтарды қабылдауға даяр, өз әрекетіне өзгеріс енгізе алатын ойы жүйрік, ақылы жетік, бәсекеге қабілетті, өзгеріске бейім жеке тұлғаны қалыптастыруды міндеттеп алдым. Өйткені қазіргі мектеп жасындағы балалар қай сыныпта оқыса да, қай жаста болса да өзінің кім болатын, қандай адам болатын армандайтын және өмірден өз орнын табуды басты мақсат деп санайды. Сондай-ақ өзінің айналасынан дұрыс бағдар беретін ақыл кеңес күтеді. Ахмет Байтұрсынов жақсы мұғалім мектепке жан кіргізеді демекші, әрбір педагог, әрбір баланың ойынан шығып, қажеттілігін қанағаттандыра білуге дайын болуы тиіс. Осы міндетті іске асыру үшін мен мүмкіндіктерді де пайдаландым. Бүгінгі күні ақпараттық технологияларды заманауи талаптарға сай дамуы, білімді бағалау және пайдалану жүйесі өз уақытында өзгеріп отыруды талап етеді. Сондықтан да оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер, әдістемелер, технологиялар білім беру талаптарына байланысты жаңартылып отыру керек. Осы мүмкіндіктерді нәтижелі қолдану мұғалімнің біліктілігіне, біліміне, тәжірибесіне байланысты. Биылғы оқу жылында ұсынылып отырған платформалардың ішінен өзіме ыңғайлы білімлен платформасын таңдадым. Себебі мұғалім үшін де, оқушы үшін де тиімді әрі қолжетімді. Мұғалім кәсіби шығармашылық деңгейге өзінің жаңашылдық, өз ісіне сергек қарауы, өзін өзі өзгерту, іске қосу арқылы қол жеткізеді. Менің қол жеткізген нәтижелерім: білім, тәрбие жолы ұзақ жол. Кәсіби дамуға ұмтылатын, бәсекеге қабілетті маман өзінің негізгі қызметінен үзілмей, жаңа білім алу жолдарын іздестіру керек. Әр тынымсыз еңбек өз жемісін берері сөзсіз. Осы орайда менің қашықтықтан оқу кезінде жеткен жетістіктерім де бар. Осындай қашықтықтан оқу кезінде оқушылардың да бос уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында түрлі байқауларға, мәнерлеп оқуларға қатыстырып, жақсы нәтижелерді көрсеттік.